Армысыз қадірлі көрермен, Қазақ Гол YouTube арнасы Қайраттың Чемпиондар Лигасындағы биылғы жолын қорытындылайды. Әрине, көрермендермен біраз уақыттан бері жолықпай кеттік. Мұның да әрқандай себептері бар, бірақ дегенмен маусымның аяқталған желтоқсан айында қазақ футболына қатысты соңғы жаңалықтың болуын күттік және бүгін сол жаңалықты да өздеріңізбен бірге көріп отырмыз. Қайрат өз алаңында Олимпиакос командасынан жеңілді 0-1. Иә, шынында да біз күткен Чемпиондар Лигасындағы алғашқы жеңіс, қалай дегенде де әлі де жалынан ұстататын емес. Естеріңізде болса, 2015 жылы Астана командасы Чемпиондар Лигасының топтық турнирінен шыққан кезде Бенфика мен Галатасарай мен Атлетикомен 4 ойында тең ойнап, 2 ойында жеңіліп, ешқандай жеңіссіз аяқтаған еді. Ал бұл жолы міне Қайрат дәл сондай 6 ойын өткізді, 1 рет тең ойнады, 5 рет жеңілді. Әлі де 2 ойыны бар топтық кезеңде. Яғни әлі де жеңіске жетеміз деген үміт бар, бірақ жалпы алғанда Қайраттың Чемпиондар Лигасының негізгі кезеңіне шығуының өзі жанкүйерлер үшін эйфория болды дегеннің өзінде біздің күткеніміз орындалмай қалды деп өкініш білдіруге болады. Әрине, Спортинг сияқты, Реал сияқты, Интер сияқты командаларды қазақстандық ұжымдар Қазақстанға жиі әкеліп жүрген жоқ, тіпті Реал мен Интерге қарсылас та болып көрген жоқ. Демек, бұл тұрғыдан келгенде Қайрат қазақ футболының жаңа парағын ашты деуімізге болады. Әрине, осы 6 ойынға қарап отырып түрлі ой түюге болады, бірақ біз аңғарған бір жақсы және көңіл көншітпейтін жақтарын да өзімізше әңгімелеп өтпекпіз. Біріншіден, Қайрат командасы жаңа айтып өткеніміздей тұңғыш рет суперклуб, яғни әлемдік деңгейдегі талассыз нөмір 1 саналатын Реалды әкелді. Бұл дегеніңіз Чемпиондар Лигасын 15 рет жеңіп алған ұжымның Қазақстанға тұңғыш келуі және бұған тіпті футболға қатысы бар, футболды көрмейтін, футбол бар деп білмейтін жанкүйерлердің өзі сонша ықылас танытқанда күмәнсіз. Әрине, бұл тұрғыдан келген кезде 0-5 дейтін есеп аса бір ешкімді алаңдата қоймағанда қызық. Яғни, бір қарағанда Мбаппенің гол соғуы, Гүлердің тамаша ойнауы, Куртуаның алғашқы минуттарда Дастан Сатпаевтың басымен соққысын қайтаруы деген сияқты жалпы футболдың кәнігі жанкүйерлеріне ұнайтын сәттерді тізбелеп айта беруге болады. Бірақ жалпы алған кезде Қайрат осындай бір суперклубтарды әкелумен ерекшеленді. Екінші бір жақсы жағы, әрине, Қайраттың осы Чемпиондар Лигасының негізгі кезеңіне шығудан мүлде үміткер команда болмай тұрып шығуы, яғни Олимпия сияқты, жаңағы Селтик сияқты командаларды, Слован сияқты командаларды жолда қалдыруының өзі, былай айтқанда, сенсацияға бағаланды. Сондықтан Қайрат осы Чемпиондар Лигасының негізгі кезеңіне шыққан команданың ішінде әу бастан тіпті ұпай таратушы команда ретінде қарастырылды және белгілі дәрежеде 6 турдан кейін сол болжам орындалып та жатыр. Яғни, Қайраттың Чемпиондар Лигасының негізгі кезеңіне шығуының өзі бір жақсы үрдістің басы деп айтуға болады. Бұл жердегі айта кететін нәрсе, Қайраттың осы Чемпиондар Лигасында негізінен өз түлектерімен ойнауы. Кешегі Олимпиакоспен матчты салыстырғанда, жалпы осыған дейін Қайраттың академиясынан түлеп шыққан 13 футболшы ойнаған екен. Бұл тамаша нәтиже. Кеше тіпті негізгі құрамда Дастан Сәтпаев жоқ болған күннің өзінде Олжас Байбек бірінші минуттан өнер көрсетті. Демек, былай айтқанда, әрине позициялар әртүрлі болса да, Қайраттың өз түлектерін шебер пайдалануға күні күйі жеткенде мақтанышпен айтуымыз керек. Тіпті Рафаэль Оразбахтиннің өзі осы Чемпиондар Лигасының ойындары Темірлан Анарбековтың шеберлігі өсе түсуіне керемет әсер етіп жатыр деді. Яғни, былай айтқанда, осы Дастан Сәтпаев болсын, Темірлан Анарбеков болсын, Александр Мрынский болсын, жаңа атап өткен Олжас Байбек болсын, соңғы ойында Александр Мартыновичті жоқтатпай жақсы ойнаған Александр Широбоков болсын. Яғни, Қайраттың қай түлегі де осы жалпы Чемпиондар Лигасын жалпы өміріндегі бір белес ретінде ғана емес, кәдімгі болуға тиіс, сол жерде қазақ балалары ойнауға тиіс турнир ретінде дәлелдей алды. Бұл бізге өте жақсы ұнап отыр. Және бір ерекше айтатын нәрсе, Чемпиондар Лигасында алғаш рет қазақстандық футболшы, қазақ футболшы гол соқты, Дастан Сәтпаев. Оның өзінен Олжас Байбек өткен турда Копенгагеннің қақпасына гол салғанын жақсы білеміз. Демек, бұл да бір жаңа тарих деп қабылдауымызға болады. Астана 2015 жылы Чемпиондар Лигасында ойнағанда қазақстандық бірде-бір футболшы мергендік таныта алмаған еді. Демек, бұл тұрғыдан келгенде біздің плюсіміз бар. Ал үшінші бір ерекшелік, Қайрат сол Спортинг пен Реалға ресептермен есе жібергеннен кейін
жалпы алғанда осы турнирдің өзінің өкілі сияқты ойнай бастады. Әрине тәжірибенің жетіспейтіндігі анық байқалды. Дегенмен Интерден 1-2, Копенгагеннен 2-3, енді міне Олимпиакостан 0-1 жеңіліп отыр. Былай айтқанда кәдімгі терезесінен өнер көрсетуге бейімделіп қалды деуімізге болады. Ал енді Пафосты жеңе алмағаны бір ойыншысы кем болса да, бұл да Қайраттың жалпы алғанда осы турнирге енді кіре бастағанын аңғарта береді. Осы жерде Қайраттың тағы бір кішкене өзіміз футбол статистикасын жүргізетін адам ретінде байқаған бір кемшілігін айтып өтпекпіз. Қайрат осы Чемпиондар Лигасында өз алаңында әлі бірде-бір гол соққан жоқ. Бұл да кішкене ойландыратын мәселе. Біз өз алаңымызда Реалға қарсы ойнадық, Пафосқа қарсы ойнадық, енді міне Олимпиакосқа қарсы ойнадық. Демек, бұл да бір олқы дүние деуімізге болады. Өйткені Қайрат соққан 4 гол Спортингке 1-еуі сырт алаңда, Копенгагенде 2-еуі сырт алаңда, Интерге және 1-еуі сырт алаңда соғылды. Демек, Қайрат былай айтқанда не Алматының орталық стадионында, не Астана аренада өзін мергендікпен көрсете алатын емес. Сондықтан бұл да бір Қайраттың, мұның себебін анық шығарып алуға болады. Неге? Өйткені Қайрат Астана сияқты емес, Еурокубоктарға тұрақты қатысып жүрмегендігін осыдан аңғартып қойды. Яғни жаңа сөз басында айтып өттік, Қайраттың Чемпиондар Лигасының негізгі кезеңіне шығуының өзі үлкен сенсация ретінде бағаланды дедік. Бұл шынында да өзінен өзі растайтын дүние. Қайрат осы Чемпиондар Лигасы барысында егер тұрақты 2-3 жыл қатарынан Еурокубоктардың топтық кезеңіне шығып жүрген болса, мысалы Копенгагенге матчты бермес еді деп ойлаймыз, Пафосты жеңетін еді деп ойлаймыз, Олимпиакосқа мысалы кешегідей 1-2 жарты мүмкіндік қана туындатпас еді деп ойлаймыз. Яғни Интер туралы, Спортинг туралы, Реал туралы асылық айтудың қажеті жоқ. Ол командалардың біздің ұжымнан бір бас жоғары екенін, бір емес бірнеше бас жоғары екенін жақсы білеміз. Сондықтан тәжірибе жетпегендіктен ғана Қайратты осы кейінгі 3 командадан ұпай алмай қалды деп, кейінгі атаған 3 командадан ұпай алмай қалды деп айтуымызға болады. Сондықтан бұл тұрғыдан келген кезде енді Қайрат осы Чемпиондар Лигасының негізгі кезеңіне шығуын бір дәстүрлі нәрсеге айналдырса дейміз. Мысалы, егер осы ойынның алдында да, бұдан бұрын Копенгагенмен ойнағанда да Рафаэль Рабахтин біздің команда ойын сайын өсіп келе жатыр дегенді айтып өтті ғой. Яғни шынында да мұндай тәжірибенің рөлі өте зор. Мысалы, Қайратқа осы жолы гол соғып кеткен Желсон мысалы кезінде Спортингтің құрамында да Астанаға гол соғып кеткен болады. Демек, тәжірибе ешқайда кеткен жоқ. Темірлан Анарбеков жанталаса қорғаса да қақпамен Темірланның арасындағы бір саңылаудан ғана сақ еткізіп гол дәл соққы жасап үлгерді. Демек, біздің жігіттерге осындай бір тәжірибе жетпей жатқан сияқты. Әйтпесе, мысалы өз басым Эдмилсонда кем дегенде 200% мүмкіндік болды деп есептеймін. Бірінде мүлде айдалаға тепті қарсыластың аяғына, бірінде ортаға пас беремін деп қателесіп қалды. Ол жерде грамота мүлде үлгермеді. Сондықтан жалпы Олимпиакоспен ойын Қайраттың әлі де тәжірибе жинау керек екендігін ескертті. Бірінші таймға тіпті басқа емес Рафаэль Оразбахтиннің өзі қатты наразы болды. Біздің жоспарлағанымыздан мүлде бөлек өнер көрсетті деп. Яғни былай айтқанда Олимпиакос өмір бойы жасанды алаңда ойнап жүргендей неге еркіндік танытып кетті деген сұраққа біздің мамандар жауап іздеуге тиіс. Әрине осы Чемпиондар Лигасы барысында біз Темірлан Анарбековтың жан-жақты ашылғанын және тіпті осы ойыннан кейін грек мамандарының кәдімгі жақсы мағынасындағы сумасшедший, яғни ақымақ деген сөз естіп отырмыз, яғни лебіз естіп отырмыз, сөзде не қылық, лебіз естіп отырмыз, яғни ойынына сүйсінгендіктен олар солай атап отыр. Яғни тіпті Олимпиакос грек журналистері ол өміріндегі ең маңызды матчты өткізді деп жазған екен. Кім біледі, Темірланның алдында бұдан да маңызды матчтар тұрған шығар, сондықтан мұнымен тұжырылып қалмайды деп ойлаймыз. Және мұндай жағдайда қақпашының шеберлігі өз қақпасына кем дегенде 10 тура соққы бағытталса, соның 8-9-ын сетпен қайтарып жатса, әрине бұл қақпашының шеберлігі көрінетін ойын. Демек, оған біздің қорғаушылар сондай жанталасатын мүмкіндік беріп қойды деген сөз. Әрине ешкімді қаралап қарекеттегіміз келмейді, бірақ біздің ойымызша осы Сорокин мысалы алғашқы соққы бағыттағанда көп қателесті. Одан кейін де мысалы сол жақтан Широбоковтың да қателескен сәттер болды. Әншейінде жақсы ойнайтын Матаның осы жолы сол қапталдан көп жіберіп қойғанын байқадық. Демек, бұл тұрғыдан келген кезде Қайрат Копенгагенмен матчта қалай көкірегімізге үміт алатса, Олимпиакоспен ойында сол үмітті өзі жерге ұшып тұрғандай көрініп отыр. Мұның бәрі, және қайталап айтамыз, тәжірибе. Дегенмен де осындай олқылықтарды көре отырып, біз Қайраттың Чемпиондар Лигасындағы ойынын көріп жүріп сүйсінген
жанкүйерлердің эйфориясына ешқандай шек келтіре алмаймыз. Өйткені бір жанкүйер жазып жатыр, осы менің балам футболға қызыққалы бері Қайратқа жанкүйер болып алды деді, және ең бастысы жылы киініп жүретін болды, мына водолазка киетін болды дейді. Неге десе, өйткені Қайраттың футболшылары сондай екен дейді. Мен қазақшаны одан ары жақсы сөйлеуге түсем. Неге? Өйткені Қайраттың ертең Қайратта ойнаған кезде мен қазақша сөйлесе алмай қаламын ғой деп жүрген ой бар екен дейді. Қандай жақсы нәрсе, иә. Тіпті осы Астана аренада ойнайтыны белгілі болып, Қайрат Астанаға 5 күн бұрын барды. Сол кезде бір мектептің ұжымымен, балалармен кездескен екен. Сол жердегі балалардың қуанышын көрсеңіз. Тіпті басқа осы Қайрат Оқжетпеске ойнау үшін Көкшетауға барған кезде де әшейінде толмайтын Оқжетпес стадион аузы-мұрнынан шығады, оны жақсы білеміз. Жетісумен ойнағанда Алматының орталық стадионы 23.800 адам жиналғанын білеміз. Демек, көрдіңіз бе, Қайраттың бір ғана Қайраттың эффектісі қазір бүкіл Қазақстанға әсер етіп жатыр. Сондықтан біз осы эйфорияны пайдалана білуіміз керек. Қазір біздің футбол жеке қолға көбірек көшіп жатыр. Кем дегенде 4-5 команда, бірінші лиганы қосқанда 7-8 команда жеке қолда. Демек, мұндай жағдайда біз енді ақшаны бір жыл бар, екінші жыл жоқ легионерлерге шаша бермей өте жақсы пайдалануымыз керек. Қайрат енді келесі матчтың қаңтар айында өткізеді. Рафаэль Оразбахтиннің айтуынша қазір команда демалысқа кеткен. Қаңтардың басында, 2 қаңтарда жиналады. Содан кейін Түркияда бір шетелдердің бірінде 2 апталық оқу-жаттығу жиынын өткізіп, содан кейін Астанаға оралады. Арсеналмен матчқа тікелей дайындалады. Одан кейін Брюггемен матчқа дайындалады. Одан кейін Арсеналға барады деген сөз бір аптаның ішінде. Демек, Қайрат былай айтқанда маусымаралық үзіліс кезеңін аса бір демалмайды. Бұл енді Еуропа футболының ерекшелігі болғандықтан біз бұған мойынсұнамыз. Ең бастысы, қазірдің өзінде командада аздаған өзгерістер болып жатыр. Александр Зарусскийдің келісімшарт мерзімі осы қараша айының соңында аяқталғанын бас бапкер Оразбахтиннің өзі айтып өтті. Демек, басқа қақпашы орнын іздей ме? Тіпті Темірлан Анарбек Еуропа клубтары құда түскен жағдайда нөмірі 1 қақпашыға кімді лайықтайды деген нәрсе жанкүйерлердің көңілінде, көкірегінде бар. Бірақ әрине оның бәріне әзірше жауап табу қиындау. Біздің ойымызша жанкүйер көңіліміз айтады, бір жақсы орталық қорғаушы керек. Лука Гадрани кеткеннен кейін бізде Қайратта осы Александр Широбоков, Мартинович және Сорокин үшеуі ғана қалды. Сорокин мен Мартиновичтің жақсы кәдімгідей футбол өлшемімен алғанда қарт екенін білесіздер. Демек, бір жақсы орталық қорғаушы керек. Сондай-ақ қапталғада бір жаңа тыныс керек. Бірақ менің ойымша, жалпы біздің ойымша, Қайрат осы келесі жылда, мысалы соңғы ойындарға Олжас Байбекті, Азамат Тұяқбаевты еркін қосып жүрген болса, осындай алдағы уақытта кіріктіре түседі деген ойдамыз. Мысалы, биылғы маусымның басында Данияр Ташпулатовты пайдаланып көрді, Рамазан Бағдатты пайдаланып көрді. Рафаэль Оразбахтин осы жігіттерді құрамға ақырын кіріктіре беру керек. Дастан Сәтбаевтың жұлдызы қалай жанды биыл? Келесі жылға да мысалы Мансұр Бірқұрмановты мүмкін пайдаланып көруге болатын шығар. Басқа да мысалы қорғаныстағы бір жас балаларды пайдаланып көруге болатын шығар. Демек, Қайрат өзінің осы Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне шығу арқылы біздің елімізде резервтің ізбасарлардың да тәп-тәуір екенін жалпы паш ете алған сияқты. Мынау бірінші таймнан кейін өздеріңіз байқадыңыздар ғой, Георгий Зарияны алып тастады. Содан кейін оның орнына Громыканы шығарды. Содан кейін біраз ойын ширағаннан кейін Азамат Тұяқбаевты шығарды. Демек, шешуші сын сәттерде Рафаэль Оразбахтин осындай табанның желі бар жас балаларды қосудан ешқандай қаймықпайды. Демек, біз осы арқылы да үлкен тәжірибе жинап жатыр деуімізге болады. Әттеген-ай, және бір нәрсе, Қайрат осы кезеңде UEFA коэффициентінде топтық турнир негізінде жарты ұпай ғана қосты Қазақстанның еншісіне. Бұл аздау, қалай дегенде де біз биылғы коэффициентте 39 орында бастағанбыз. Қазір сәл ғана алға жылжыдық. Демек, бұл қалған 2 ойында Қайрат айды аспанға шығарса да сәл ғана алға басуымыз мүмкін. Бірақ қалай дегенде де Қайраттың Астанадан кейін екінші болып осы қыс айларында, қаңтар-ақпанда Еурокубокта ойын өткізетін және көңілге медеу тұтамыз. Демек, Қайраттың Чемпиондар лигасындағы биылғы матчындағы нәтижелеріне көңіл тоғайта алмасақ та, жалпы Қазақстандағы футбол қозғалысына ерекше серпін беріп жатқан үшін қуаныштымыз. Мысалы, өткенде Копенгагенде ойнағанда біздің жанкүйерлер қалай қолдап, бүкіл Еуропада жүрген қазақ балалары, қазақстандықтар қалай жақсы қолдады. Күні кешегі Астанада 21 градус суық болып тұрған күннің өзінде 20 мыңға жуық адам жиналған екен. Бұл да өте жақсы көрсеткіш. Енді әрине Астана аренада 30 мың адам сиятындықтан кейбір жерлер бос көрінді, бірақ дегенмен
жалпы дос көңілді елорданың да Қайраттың жақсы тілеулес екенін осыдан байқауға болады. Демек ақырындап жанкүйерлер стадиондарға оралып жатыр. Футболдың намысы, футболдағы Қазақстанның намысы ерекше екенін олар да түсініп қалды. Демек әрине Қайраттың 5 ойында жеңілгеніне қарамастан бұл толқын әлде жалғасады деп сенеміз. Демек футболымыздағы жекешелендірудің жеделдеуі, тіпті кейбір командалардың келесі бюджеті 30 миллиард теңге болуы мүмкін екен дейтін сыбыстардың өзі жанкүйер ретінде құлағымызға жағады. Демек бәсекелес командалар арта түседі деген сөз. Сол екі арада кейбір мықты командалардың кішкене бюджеті де қысқарып, қарызы белшесінен көбейіп жатқанын да естіп отырмыз. Әрине нақты қай команда екенін жанкүйердің өзі сезіп отырған болар. Сондықтан мұндай жағдайда жалпы бір жақсы ортақ жолды командалар тауып, алдағы 5-6 жылдың ішінде кәдімгідей өз құрылымы бар, өзінің инфрақұрылымы бар және өзінің кірісі мен шығысы жоқ дегенде нөлдік деңгейде болатын, салыстырмалы түрде, яғни не ұтылмайтын, не ұтпайтын, ақырындап 10 жыл көлемінде плюске шығатын командалар көбейеді деп ойлаймыз. Демек, ол үшін не керек? Ол үшін жыл сайын бізге Еурокубоктың топтық турнирі керек. Демек, алдағы жылы Еурокубокқа қатысатын Тобыл, Астана, Қайрат және Елімай командаларына үлкен сенім артамыз. Ал қазір маусым аралығындағы тыныштық басталады, бірақ соған қарамастан біз арнамызға бір жақсы шоулар салып тұруға тырысамыз. Демек, бізден де ажырамаңыздар. Көбірек адам көрсе біздің де мерейіміз асады. Қазақ футболының мәселелері мен жетістіктерін өздеріңізбен бірге ылғи талқылауға құштармыз. Аман сау болыңыздар дейміз, күтеміз сіздерді.